Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін саммари дегеніміз не? Соған тоқталамыз. Саммари дегеніміз бұл халықаралық термин ретінде қолданылып жүр. Егер де біз оны қазақ әдебиетінде немесе қазақ тілі қолданысында пайдаланатын болсақ, түйін, негіз, қысқаша мазмұн деп түсінуімізге болады. Яғни кез келген көлемді шығарманың жинақы мазмұны, түйіні. Жалпы саммари қазақ әдебиетіне толықтай ене қойған жоқ. Дегенмен де заманауи жазушылардың шығармаларында кездеседі және заманауи жазушылардың еңбектерінде кездеседі. Енді осы жалпы саммари жазғанда, саммариді жазған кезде біздер ең алдымен жоспарлы түрде іс-әрекетке көшуіміз керек. Ең алдымен саммари құрастыратын шығарманы таңдап аламыз. Одан кейін шығарманың мазмұнымен танысып шығамыз. Сосын жоспар құрамыз. Ең алдымен жоспар құрғанда шығарманың атауы әрине авторы өзгермейді, сол күйі қалады. Тек сіз жинақтаушы ретінде, жоба авторы ретінде есіміңізді жазуға болады. Бірақ өзіңіздің төл шығармаңыз ретінде пайдалануға құқығыңыз жоқ. Тек қана кез келген шығарманы бейімдейтін болса, немесе саммари нұсқада жазатын болса, шығарманың авторының қайтқанына кем дегенде 70 жыл толуы керек. Содан кейін ұрпақтарынан келісім алып барып қана сіз өзіңіздің авторлық құқығыңызға иеленуге болады. Былайынша жағдайда сіздің оған құқығыңыз жоқ. Және саммариді жазу үшін міндетті түрде жоспарлы іс-әрекет керек. Ең алдымен біздер шығарманы парақтап шығамыз, мазмұнымен танысамыз. Одан қала берді шығармада қанша тарау бар, қанша бет бар, соның барлығын есептейміз. Одан кейін саммари кітапты неше күнде жазуды жоспарлап отырсыз, соны анықтап аламыз. Содан кейін барып, егер де сіздің саммари жазатын шығармаңыз 300 беттен тұратын болса, және сіз 10 күннің ішінде сол саммари нұсқаны жазуды жоспарлап отырсаңыз, сіз 300-ді 10-ға бөлесіз. Сонда 30-дан келеді. Яғни әр күні 30 бетті оқып, соның түйінді мазмұнын жазып отырасыз. Егер сіз бір күн қалдырып қойсаңыз, онда келесісіне қосылады да жүк ауырлайды. Содан сіз орта жолда қалдырып кетесіз. Яғни саммариді жазар алдында міндетті түрде өз алдыңызға міндеттеме алуыңыз керек. Яғни сіз осыны жүйелі түрде жасау арқылы жетістікке жетуіңіз керек. Одан кейін ескеретін жағдай, саммариді жазған кезде авторы сақталады. Одан кейін сіз тек жинақтаушы ғана, жинақтаушы ғана, мазмұндаушы ғана рөлге ие боласыз. Сосын авторлық құқық сізге берілмейді. Енді критерийі қандай болу керек? Саммариді жазған кезде грамматикалық, пунктуациялық қателерге мән беруіңіз керек. Одан кейін оқиға жүйесі сақталады. Оқиға жүйесін бұзуға, орнын ауыстыруға болмайды. Яғни жинақы етіп баяндайсыз. Пейзаж, теңеулер кездесетін болса, тек мазмұн ғана айтасыз. Мынандай оқиға суреттелген. Автор осы табиғаттың көркемдігін осы бір тарауда жақсы етіп суреттеген деген сияқты етіп жинақы ғана келтіріп жазасыз. Одан кейін кейіпкерлер арқылы оқиға желісінің баяндалуы сақталады. Кейіпкерлерді қалдырып кетуге мүлдем болмайды. Тараулардың орнын ауыстыруға болмайды. Тараушалардың орнын ауыстыруға болмайды. Яғни жүйелілік қажет.
Одан кейін саммариді жазған кезде ең алдымен сіздер мазмұнымен танысасыз, неше бет екенін есептейсіз, бөлімдер болса бөлімдерді жазып қоясыз, және қай бөлім қандай тарау барлығын жүйелі түрде жазасыз, кейіпкерлерді жазасыз, кейіпкерлер қалып қоймау керек, және шығарманың басында сіз сол кейіпкерлерменен таныстырып аласыз. Яғни сіздің жұмысыңыз жүйелі, тиянақты шығуы қажет. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Табысты жұмыс болсын.